Ассаламуалейкум бауырларым. Бүгін сіздерге көрсетейік деп отырғанымыз геморрой деген ауру бар. Жаңа үлкендер шығатын ішектің ішіне тамыр өсу. Сол ауруға істейтін бір қазақы емді көрсетейік деп жатырмыз сіздерге. Қазақы емнің біреуі. Қазақтар ең көп қолданған геморрой ауруына емнің біреуі. Бірнеше түрлі ем болған екен, соның біреуі. Енді мынау дүкенде сатылатын свеча, кәдімгідей үлкендер шығатын ішекке салып емделетін свеча. Біз енді біздің қазақ халқы өзі қалай істеген, қазір енді соны көрсететін боламыз. Осы свечаның размерімен мынау түйенің өркешінің майы. Осы өркеш майды кесеміз, тураймыз. Бисмилла деп кесеміз. Мынау енді жаңа тоңазытқыштан шыққан, кішкене қатып тұр. Бұны тоңазытқышқа салмай жай қойып қойсаңызда, бұл қойдың құйрық майы ұқсап еріп кетпейді. Өзінің қалыбын сақтап тұрады. Бұл түйенің майының қасиеті сондай. Сосын бұлай бөлеміз. Кейін жаңағыдай бұның сәл жаңағы қырларын бейтіп бассаңыздар болады. Үлкен адамдарға қолданатын болса, осылай қырларын басып қоюға болады бейтіп. Сөйтіп бұлай қысқартуға болады. Мынау жаңағы аптекадан алған свечаның размеріне жақындатып, үстіп қысқартамыз. Сөйтіп бұны тоңазытқыштан шыққан бетте суықтай салмаңыздар. Бұны өзі жылып тұрған кезде үйде жылып тұрады. Үйге қойып қойсаңыздар. Еріп кетеді екен деп ойламаңыздар. Бұл құйрық май сияқты, жаңағы қойдың құйрығы сияқты еріп кетпейді. Қалпын сақтап тұрады. Осы жылғаннан кейін жаңа свеча ретінде қолдана бересіздер. Бұны 10 күн, 15 күн қолдансаңыздар өзі жақсы әсері болады. Өстіп жылына 2 айда, ай сайын, 3 айда солай жаңағы өзіңіздің жағдайыңызға байланысты геморрой ауруының белгілері білінгеннен кейін қолданып жүрсеңіз, ешқандай геморрой ауруымен ауырмайсыз дейді ата-бабаларымыз. Енді геморрой ауруының пайдалы нәрселері жаңағыдай атқа міну, көп атпен жүру, көп жаяу жүру деген сияқты нәрселер бар. Бірақ негізгі түйенің өркеш майынан жасалатын свеча осындай. Енді құрметті бауырлар, адам баласының аяғының жан-жағына тамырлар өседі. Бұны варикоз дейді медицинада. Енді осы үлкен дәрет шығатын ішектің геморрой деген ауруы осы ішектің ішіне өсетін варикоз дейді медицинаның ғалымдар айтады. Енді намаз оқитын мұсылман кісілерге ескертіп айтарымыз, бұл геморрой деген ауруға шама келсе операция жасатпаңыздар. Неге десеңіз, геморройға операция жасатқаннан кейін адам баласы жел шығып жүргенін сезбей қалады дейді. Жел шыққаннан кейін сіздің дәретіңіз үзір дәрет болып қалады. Яғни сіз бір дәретпен 2 намаз оқи алмайсыз. 5 намаз қалған дәретіңіз 2-ші намазға жарамайды. Баяғыда бір үлкен ақсақал кісі болған, сол кісі бірде маған айтты: менен жел шықпайды дейді. Мен таң намаз қалған дәретпен құптан намазды оқи беремін дейді. Содан мен оны бір үлкен хирург, профессор кісіден сұрадым. Атамыз сөйтіп жатыр, бұл кісі сондай екен, ерекшелігі. Бұған не дейсіз дедім мен. Сөйтіп ол кісі айтты, ол кісіге 20 жыл бұрын геморройға операция жасаған деді. Ол кісі жел шығып жатқанын сезбейді деді. Мүлдем сезбей ма деймін? Кей адамдар болады, 50%, 70% сезеді дейді. Енді бұл кісі солай айтып отырсаң, онда бұл кісі мүлдем сезбейді дейді. Сол үшін жаңағы шама келгенше операция жасатпаған дұрыс. Енді исламның ғұламалары адам баласының үлкен дәрет шығаратын ішегі 9 түрлі вибрациямен қозғалып тұрады дейді. Сол вибрация арқылы адамның тезегін сыртқа шығарады дейді. Енді ішекке пышақ тигеннен кейін оның жаңағы жүйкесі, нервный системасы бұзылады. Бұзылғаннан кейін ішектің жиырылу процесі бұзылады. Вибрация бұзылады.
вибрация бұзылғаннан кейін адам баласының дәретке отыру жағдайы, одан кейін жаңағыдай жел шыққанын сезу, сезбеу деген жағдайлары әрине сөзсіз өзгереді. Көп адамдар ойлайды, адам баласы жаңағы түйме дәрілер бар ғой, таблеткалар, ішетін капсулалар, соларды ішсек бұл тез жаңағыдай әсер етеді деп ойлайды. Шын мәнінде бұл свеча деген нәрсе ауыздан ішетін дәріге қарағанда 9 есе адамға жақсы әсер етеді дейді ғалымдар. Және тез әсер етеді дейді. Неге десеңіздер, адамның қанына баратын витаминдер, пайдалы заттар, бүкіл қоректен алынатын дүниелер асқазаннан бармайды, ішектен барады шын мәнінде. Сол себептен ол ішек деген нәрсеге осындай өзіміздің ата-бабаларымыз жасаған әдістермен күтім жасағандарыңыз дұрыс болады. Енді бұл жаңағы түйенің өркешіне қосымша істейтін тағы бір дәрі бар, бұған қосатын. Енді бұны сіздерге қазір айтпай-ақ қояйын, бірақ ол өте күшті дәрі. Оны қосса жақсы болады. Ал енді ата-бабаларымыз қолданған әдіспен қолдана берем деген кісілер осылай қолдана беріңіздер. Ал мен ол дәріні білгім келеді деген кісілер болса, менің каналыма тіркеліп, лайк бассаңыздар, кейін маған жекеге жазыңыздар. Сол дәріні бізге айт десеңіздер, мен ешқандай ақысыз болсыз тегін осы түйенің өркеш майына қосатын дәріні және қалай қосатынын сіздерге айтам. Енді бұл түйенің өркеш майынан жасаған свечаның геморройға ғана шипасы болмайды, геморройды ғана емдемейді. Бұл простатит ауруына өте жақсы болады. Қазір ер адамдарда көп адамдар простатитпен ауырады. Сол простатиттің безі үлкен дәретпен кіші дәрет шығатын жаңағы жолдардың ортасында орналасқан. Сол себептен простатитпен ауыратын кісілерге де бұл өте пайдалы. Сол себептен бұны простатитпен ауырып жүрген кісілерде, геморроймен ауырып жүрген кісілерде пайдалана берсеңіздер болады. Сонымен қатар бұл әйел адамдарға да өте пайдалы. Әйел адамдарда болатын жаңағы цистит сияқты неше түрлі жыныстық аурулар бар ғой. Сол ауруларға жалпы жаңағы қан айланымды түзетуге өте көп пайдалары бар. Енді бұрынғы аталарымыз бұған жаңағыдай шөптен жасалған дәрілерді, құймаларды пайдаланып, сол шөптен жасаған дәрілерді бұл түйенің өркеш майына сіңіріп, жаңағы әйел адамдарға жатырдың ауруларына да пайдаланған. Осы свеча ретінде салып жаңағыдай пайдаланған. Сол себептен жаңағы простатитпен ауыратын кісілерге де пайдасы өте зор. Пайдалансаңыздар, иншалла, артынан өздеріңіз пайдасын сезетін боласыздар. Алла шипа берсін барлықтарыңызға.